Соңғы нәрсе халайық енді мұсылмандар біздің осы біздің исламымыз мәселен иншалла Аллах Тағаланың рызалығы үшін болып өзімізді мәселен қазіргі кезде жас жігітпіз дейміз. Құран-ы Кәрімде жаңағыдегі көп аяттар, көп бұйрықтар, ғалымдарымыз айтады, жігіттер орындай алатын ғана бұйрықтар. Ал жігіт дегеніміз кім десе, ол жігіт дегеніміз 12-13 жастан бастап 60 жасқа дейінгі адамдар деген екен. Осы аралықтағы әрбір адамның жасаған амалы өмірінен бөлек сұралады. Өйткені жігіттік күш қуатыңды қайда жұмсадың дейді. Сол күш қуатыңызды ислам үшін, жақсылық үшін, білім үйреніп, сауап амалдар жасауға жұмсаңыз. Бекерге телевизордың экранының алдында, компьютердің алдында, немесе жаңағыдегі 2 адам, 3 адам болып бекерге отырып, бір болмағыр әңгіме айтып, дүниеге, дінге де пайдасы жоқ әңгімені айтып, уақыттарыңызды зая кетірмеңіздер. Біздің ислам соншалықты кең болғанменен бір нәрсені үйретеді. Өмір деген, өлім деген ақиқат нәрсе. Ол өлім бүгін келеді, ертең келеді деп отырмаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көзін көрген адамдар, оның сөзі жеткен адамдардың көпшілігі сол өлімді қатты ойлаған, соншалықты ойлаған. Өздеріңіз білесіздер, Али разиаллаху анху айтады, мен өлімнен соншалықты жаңағыдегі сескенетінім сонша, мен оң жағыма сәлем берсем, сол жағыма сәлем бере алам ба, бере алмайм ба, соны білмеймін деген сөздері бар. Бірақ қандай да халде Суфиян Саури деген бір ғалым кісі айтады, өмірден өтіп бара жатқанында жаңағыдегі қорқып отыр екен. Сонда ұлы отырып айтады, әке, сен Суфиян Саури болып тұрып қорқасың ба? Сенің арқаңда қандай білім қалды? Сенің арқаңда қанша шәкірт қалды? Не деген ұлы кісілер сөйтіп тұрып, сіз қорқасыз ба бұндай өлімнен дегенде? Мен жасаған амалымның біреуіне де сүйеніп отқаным жоқ. Мен сол қазір кетіп баратырмын. Калимамды айталам ба, айтып кете алмайм ба, содан ғана қорқып жатырмын деген екен. Ла илляха иллалла Мұхаммад Расулулла деген сөзімді айтып, дүниеден өтсем, қалғанына ла убали, қалғанына мен көңіл бөлмеймін деген екен. Өйткені амалы менен ешбір адам жәннатқа кірмейді. Бұл амалды бірақ біз жәннатқа жетелейтін, барынша жәннатқа кірсек дәрежемізді көтеруге арналған амалдар болады. Қандай амал жассаңыз да иманыңыздың нұрын көтеретін, сізді жәннатқа жақындатып, Аллаға барынша сүйікті құл қылатын амалдар. Ол амалдардың кішкентайын болса да мұсылман адам хақир, яғни нашар санауға ақысы жоқ. Бәлки әрбір амалды қымбат бағалай білу керек. Сауап амалдың кішкентайы жоқ. Өйткені қияметте өзіңіз ертең Алланың таразысы тұрған кезінде ойлаңызшы. Енді мен қарапайым таразыны есіңізге түсіріп көрейінші. Бір үлкен таразыда мәселен мына жақта жаман амалдар, мына жақта жақсы амалдар болып, екі жағы таразыңыз басылып тұрған уақытта тең болып қалса ше, ал сол тең болып тұрғанда сіз не іздер едіңіз? Бір кішкентай құйттай, бір кішкентай қылдай болса да сауап амал болса ғой, ананы жеңіп кетереді деп іздейсіз, дұрыс па? Сондықтан сауап амалдың қылдайы, кішкентайы бағасызы жоқ, бәрі үлкен. Дәл соның қарама қарсысы, егер сол қылдай сауап амал емес, қылдай күнә болса қайғы қарай жеңіп кетеді, сондықтан күнәнің да кішкентайы жоқ. Күнәнің барлығы ауыр, күнәнің бәрі үлкен нәрсе, оның бәрінен қашуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар. Әрбір нәрсенің тәттілігі бар дейді. Мысалы айтайыншы. Қауын тәтті, я? Қарбыз ше? Тәтті. Алма ше? Тәтті. Бірақ алманың тәттілігі қауынның тәттілігіне ұқсай ма? Ал қауынның тәттілігі қарбыздың тәттілігіне ұқсай ма? Ұқсамайды ғой. Әрқайсының өзінің дәмі, өзінің тәттілігі бар, дұрыс па? Иманның да сондай бір дәмі бар екен да. Сол дәмді сезгіңіз келе ма, я? Пайғамбарымыз айтады. Иманның бір тәттілігі бар дейді. Мына 3 нәрсені жасаған адам сол жасамай ол тәттілікті сезбейді дейді.
иманның тәттілігін төмендегі 3 нәрсені жасамастан оны ешкім сезбейді дейді. Соның біреуі Алла тағаланы және оның сөздерін барлық нәрседен абзал көру. Оның әміріне құлдық ету. Бұйрығын барынша орындай білу. Алланың сөзі айтылды ма, аяққа тік тұрып соны орындай білу. Алланың сөзіне деген бір қатты құрмет сонша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, жеке отырып, 7 түрлі адам, 7 түрлі тайпа, қалайықтың барлығы менің қалым қандай болады дегенде, қайғы қасірет көрмей Алланың аршының саясында тұрады. Соның біреуі, ей Аллахым деп көзіне жеке тұрғанда жасалған адам дейді. Алла деген сөзді жүректің түбінен айту керек. Соны айта алу керек. Біз Алланың қадірін қандай білеміз? Ойлаңызшы, періштелерді айтады, мәселен, азаннан қара кешке шейін, өмірде туылғаннан ертең қиямет қайым болғанға дейін зікір етіп тұратын, сәжде етіп тұратын періштелер бар. Сол періштелер ертең қиямет қайым болғанда тоқтатылады екен сол зікірлерінен. Сонда әлгі періштелер басын сәждеден көтеріп, Аллахым, сенің құдіретіңе жететіндей етіп мен тасбих айта алмадым, сәжде ете алмадым дейді екен. Болмаса туылғаннан, яғни біздің қазақтың тілінде айтқанда, яғни жаратылғаннан ертең қиямет қайым болғанға шейін тоқтамай құлшылық етеді. Сөйтіп тұрып, Аллахым, сенің құдіретіңе жеткізетіндей қылып мақтау айта алмадым ғой дейді. Ал пайғамбарымызда хадис бар ғой. Егер кімде-кім, Я Рабби, Раббым, ләкәл хамду, саған сондай бір мақтау болсын, кама янбағи ли жалали ваджхик ва азими султаник, сенің жүзіңнің ұлылығындай, сенің патшалығыңның құдіретіндей саған мақтау болсын десе, қаламмен жазып отқан періште тоқтайды дейді. Сөйтіп Аллаға жалбарынады екен, Аллахым, саған бір сондай мақтау айтты напендең. Сенің жүзіңнің ұлылығындай деді. Ол қанша болатын мен де білмеймін. Сенің құдіретің, сенің сұлтаныңның, сенің патшалығыңның құдіретіндей деді. Оны да білмеймін. Мен қанша мақтау айтты деп жазайын дейді. Біреу ма, екеу ма, не деп жазайын дейді. Сонда Алла айтады екен, қалай айтты солай жазып қой, қияметте мен ол кісімен өзім есептесем дейді. Сіздің берген садақаңызды білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар. Сіздің тастаған садақаңыз Рахманның алақанына түседі дейді. Сіз анау қайыр бергендегі төмен қолды төмен санамаңыз. Оның Рахманның қолына түседі сіздің садақаңыз. Ол әншейін сырты ғой. Пайғамбарымыз айтқан ғой, пайғамбарымызға не туралы айтқанда, сіздердің сойған малдарыңыздың қаны да еті де Аллаға бармайды. Сіздің жүрегіңіздегі тақуалығыңыз барады дейді. Сол сияқты сіздің садақаңыздың берген тиыныңыз, теңгеңіз сықырлап Алланың алдына бармайды. Бәлки сіздің жүрегіңіздегі тақуалық барады. Не жасасаңыз да жүрегіңіздің түбінен жасаңыз. Сол Алланы соншалықты қадірін біліп, дәрет алғанда Әлиді айтады екен немересі Зайнул Абидин, жаңағыдай өзінің атасы туралы айтады екен. Менің атам дейді, Әзірет Али ғой, дәрет алғанда дейді, жүзі сап-сары болып дірілдеп кететін дейді. Сосын сұраймыз дейді, ата, сізге не болды дегенде, мен кімнің алдында тұрғанымды білмейсіңдер ғой деп айтады дейді. Құр дәрет алғанда соншалықты Құдайды сезінеді Алланы. Сап-сары болып дірілдеп кетеді дейді, Алланың алдында тұрғанда. Білесіздер ма? Мен деген Жебірейіл бар. Үлкендігі сонша, бір қанатының өзі күнді жабады екен. Ондай қанатынан 600 қанаты бар дейді. Бір бармағыма жерді қойып, екінші бармағымен баса салам дейді екен. Сол мен деген Жебірейіл Лут қауымын ашуланғаны сонша Алла азапқа рұқсат бергесін, тамырымен сол жерді жұлып алады да,
тамырымен, ойлаңыз, бір ауылды тамырымен алады, жердің тамырымен. Сөйтеді теріс қаратып бір ұрғанда орнында су қалады. Қазір жердің ең шұқыр орны сол орын. Мертвый море. Ең төменгі дәрежедегі шұқыр орын сол орын. Сол жерді тамырымен жұлып теріс қаратып бір ұрған. Сол Жибрейіл болады. Сол мен деген Жибрейілді айтады, Миражға шыққанда пайғамбарымыз. Сидратул Мунтаха деген ағаштың жанына келдік. Жаныма келіп мен көңіл бөлмеппін. Жанына келгеннен кейін Жибрейілге қарасам, түрі реңгі кетіп қалған шүберекке ұқсайды дейді. Тозып кеткен шүберек болады ғой. Рең жоқ, қаттылық жоқ та, жұп-жұмсақ жыртылып кетейін деп тұр да, қазір бүф десеңіз айырылып жоқ болайын деп тұрған түр дейді ана түр. Не болды десе, мен ары қарай бара алмайын деп айтты дейді. Алланың құзырына да сол мен деген Жибрейіл дірілдеп жоқ болып кетеді Алланың алдында. Біз бейшара адам соншалықты тәкаппармыз. Өзіміз ертең не ішіп, не жейтінімізді, қайда өлетінімізді білмейміз. Қалай туылғанымызды да білмейміз, қалай өлетінімізді де білмейміз. Сөйтіп тұр, мен деп тәкаппарланып Аллаға астамшылық айтамыз. Алланың сөздерін, Алланың өзін бүкіл әлемдегі еш нәрсеге теңестірместен абзал көру сондай ұлық болу керек мұсылманда. Онсыз адам иманның дәмін білмейді. Иманның дәмін сезінбейді. Екіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмді бүкіл адамзаттың ішіндегі ең абзалы деп сүю. Бір күні Омар разиаллаху анхудың жанында тұр пайғамбарымыз айтады. Мені, яғни пайғамбарды, өздеріңнен де, бүкіл халайықтан да абзал көріңдер дейді. Сонда Омар айтты, я Расулалла, мен барлық халайықтан сізді абзал көрем. Бірақ шындығы ғой, өзімнен абзал көре алмай тұрмын дегенде, пайғамбардың жүзі солғын тартты да, онда Хаттабтың ұлы Омар иманда кәміл болмапты ғой деді дейді. Сонда қараңызшы, Алланың үкімін орындауды қараңыз. Орнынан сол заматта тұрып, я Расулалла, осы қазірден бастап Хаттабтың ұлы Омар сізді өзінен де артық көреді дейді. Ойлаңызшы, қаншалықты иман деңіз, Өйткені Омарды айтады. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күліп жіберді дейді сахабалармен отырғанда. Не қылды десе, мына жақтан шайтан осырып қашты дейді. Неге екенін білесіңдер ма дейді. Неге десе, Омардың көлеңкесін көріп қойды деп айтады дейді. Ядрут деп айтады да хадистен, тарсылдатып осырып қашты дейді да. Соған пайғамбарымыз күлдім деген екен. Ал жанындағы Османды айтыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні Омардың жанында, Абу Бәкірдің жанында қалай демалып отырса солай отыра береді, өзгермейді. Осман келатыр десе, кіргізбей тұра тұр, қазір дейді да, үстін дұрыстап, киімдерін дұрыстап отырады. Сонда Осман келеді, кішкентай отырып кетеді. Кеткесін сұрайды Омар, я Расулалла, Абу Бәкір отыр, мен отырмын, сіз өз қалпыңызда отырдыңыз. Осман келіп еді, үстіңізді дұрыстап, киімдеріңізді реттеп, өзі жиналып отырдыңыз, бұл қалай дегенде, Осман радиаллаху анхуден періштелер ұялады. Мен қалай ұялмайым деген екен. Жуынғанда киіммен жуынған екен о кісі ұялғанынан. Өзінің киімін шешуден ұялып, киімін шешпей жуынған екен. Соншалықты ұятты адам болғанда. Бірақ қандай адам болса да, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламды туралы айтылғанда, бір кісі айтады, Худайбия сұлхында пайғамбарменен сөйлесуге неше түрлі адамдарды жібереді. Соның ішінде Сәхіл деген бір
Құрайш ақсақалдарының бірі екен. Сол кісі пайғамбарымызға барып келгеннен кейін басын шайқап келеді. Не болды десе, мен Кисраның алдында болдым. Византияның патшасы Хираклдың алдында болдым. Бірақ Мұхаммедтің жанында дәл бұндай болған емес еді дейді. Хираклды болсын, Кисра патшаны болсын, жанындағылар қанша патша деп бүйтіп иіліп, жаңағыдай құрмет қылып тұрғаны еш нәрсе емес екен. Жанындағы сахабалары Мұхаммедті соншалықты жақсы көретіндігі, соншалықты сүйетіндігі мені таң қалдырды. Егер түкірсе, түкірігін қағып алады да алақанымен бетіне жағады. Екінші рет түкірсе, екінші адам келіп қағып алып, енді менің кезегім, сен жаңалдай қақтың ғой деп тұрады дейді. Дәрет суына таласады. Бұл кісінің құманын мен алып кеп берем, мен жылтып берем деп, денесінің ыстығы мен жылтып береді. Атқа отырса, иығын мен тосып берейінші деп жүгіре кетеді. Сондай мен деген Мұхаммед Меккеге бастырып кіргенде басын иіп кірген екен. Не болды дегенде, мен құлмын ғой, құл сияқты жүргенді ұнатам деген кісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соншалық қарапайым болғанмен, білесіздер ма, пайғамбарымыздың хадисін имам Малик айтады. Бұл хадисті айтқанда пайғамбардың өзінен естігендей қып естіңдер, болмаса шығып кетіңдер дейді екен алдынан. Хадис айтқанда қыблаға қарап отырып, намазда қағдада отырғандай тіп-тіке отырып, екі қолын екі тізесіне қойып отырып хадис айтады екен. Егер сол хадис айтып отқанда бір адам лағып, шулап басқа жаққа қарайтын болса, шығарып жібереді дейді. Сен пайғамбардың хадисіне құрметсіздік жасадың деп. Сол пайғамбардың хадисіне құрмет сонша, көп ғалымдар пайғамбардың хадисін дәлме-дәл айтпай мағыналай айтқан. Дәлме-дәл айтсаңызшы, ауыз екісін естейік десе, оны есту үшін былай естет деп шөкелеп отыра салып айтады екен дейді. Яғни пайғамбардың хадисін сөзбе-сөз айтпайды да, мынадай мағынада хадис бар деп айтады да. Сонан соң ол қандай хадис десе, ол былай деп жерге шөкелеп отыра салып, басын иіп отырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деген міне деп ауыз екі бірме-бір айтып береді дейді. Пайғамбарға деген құрметті қараңыздар, қазіргі жігіттерде ше, қазіргі бізде ше, пайғамбардың хадисін жүрген жерде де, тұрған жерде де аяқ асты айтамыз. Сол ма құрмет? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннет жолдарын ұстанамыз дейміз да, сүннет намазымызды оқымаймыз. Мен сүннамен жүреміз дейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жасаған мінез құлқы жоқ бізде. Пайғамбарымыз қандай кешірімді. Жүзінде күлкі болған, білесіздер ме? Пайғамбарымыз ешқашан маңдайын тырыстырған емес. Пайғамбарымыз ешкімді балағаттаған, лағнеттеген, жамандаған емес. Пайғамбарымыздың аузынан ұятсыз сөздер шыққан емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды бір көрген адам өзінің танысындай болады екен. Отырыстас болған адам жақсы көріп қалады дейді. Бір сахаба бір күні саллаллаху алейхи ва саллямды сонша жақсы көріп қалғаны, араласқаны ойлайды екен, пайғамбарымыз ең жақсы көрген адамы мен деп. Сөйтіп келіп, я Расулалла, кешке жақын кеп, сіз өзіңіздің сахабаларыңыздың арасында, сол жаныңыздағы адамдардан кімді жақсы көресіз десе, Айшаны деген екен. Енді оның әйелі ғой, жарайды. Одан кейін кімді жақсы көресіз десе, Алиді деп айтады. Абу Бәкірді да. Сосын арғарай сұрағысы келмейді. Өйткені барған сайын ұзап баратқанын түсінеді да. Үшіншіде, төртіншіде ол болмайтынын түсінеді. Сол күйі армандап қалайыншы, төртіншісін мен шығармын дегендей үндемей кетіп қалады да. Яғни пайғамбарымыз соншалықты адаммен араласқан, ең жақсы көрген адамы мен шығармын дейді екен да. Солай араласқан достарымен. Соншалықты жақын, соншалық етене болған. Өзінің достарын көрмей қалса іздейді екен, біреулеп сұрайды екен. Ал біз араласқанда бір-біріміздің сыртымыздан дұға қыламыз ба? Атымызды айтып. Намаздарыңызда, басқа жүрген тұрған жерлеріңізде пәленше деген бауырым бар еді. Я Аллахым сон бала шағасын
өзіне рызық несібесіне береке бер, жәннати адамдардан қыла көр, жәннатта бірге отырыстас болайық, осылай деп сыртынан дұға қыла аласыз ба? Бұл пайғамбарымыздың сүннеті еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өзін ешқандай бір халайыққа теңестірмей, өзін абзал көру иманның дәмінен. Кім бұлай істемейді, иман түгіл иманның дәмін де сезе алмай кетеді. Ең соңғы нәрсе уақыттың тапшылығынан қысқартыңқырап айтқаным ғой. Күнәға бару, күнә амалын жасау, дозақтың отына лақтырудан жамандық көру, одан артық көру да. Яғни сіз бір күнә, күпір амалды жасауды, өзіңізді дозаққа лақтыруды қалай көресіз? Жаман көресіз ба? Дәл солай жек көру да. Яғни дозақты қанша жек көрсеңіз, өзіңізді қанша оттан қанша қашсаңыз, сонша күнәдан сонша қашуыңыз керек. Сонша күнә амалдың бір кіршіктей, кішкентай, құйттай ғана амалдан болса да қашу керек. Сауап амалдан көрі күнәдан қашу абзалырақ болады. Білесіз ба, сауап амал жасамасаңыз да күнә амал тоқтатыңыз. Өйткені күнә амал ағайынды болып келеді. Біреуін жазсаңыз, екіншісі келе береді. Соны тоқтатсаңыз, иншалла сізді сауапқа Алла Тағала өзі итермелейді. Күнә амалдан тыйылу да тақуалықты көтереді. Бұл да иманды күшейтеді. Бұл да иманның нұрын қолдататын амалдардан екен. Сондықтан ұзын сөздің тоқтайтын мұсылман бауырлар, кімде-кім осы үш нәрсені, Аллаға иман, пайғамбарға иман және күнәдан қашу амалдарын жасамаса, иман түгіл иманның дәмін де біле алмай кетеді екен дейді. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.